Біз өзіміз орыс арасында тұрғанменен орыс мектебіне барсақ та қазақ дәстүрін жақсы ұстадық. Осында көшерде Қостанайға бүкіл ауыл келіп орыстар жылап шығарып салды. Қой сойып, ет асып далада сондай. Мен уже соғыстан кейін орыс арасында туған баламыз. Мысалы біздің Қазақстанда қазір келгенде айтта бір-ақ күн ғана береді демалыс. Бізді орыстар 3 күнге демалыс беріп жүрді. Да, орыстарды жұмысқа салады, қазақтардың бәрінде айттаңдар деп 3 күн демалыс беріп жүрді. Ол рас. Бірақ менің анама Темірболат атам тумаған әке. Құрметті көрермендер, сіздер Қаланың қазағы атты YouTube каналымда тамашалап отырсыздар. Бүгінгі подкаст менің Шарон апам жайлы. Бұл кісі іште, былайша айтқанда, Ресей аумағында туып, сонда өсіп, тұрмысқа шығып, онан кейін 90-шы жылдары осы Қазақстанға көшіп келді. Бұл кісі біздің әкеміз Шаяхметтің інісі, Киваш ағамыздың қызы. Енді бұл әңгіме біздің әулет жайлы болады. Алапа, саламатсыз ба? Хал жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Жақсы, ептеп, аман-сау жүріп жатырмыз. Бәрі жақсы. Біздің Қазақстанда тұрғандарыңызға қанша жыл болды? Қазақстанға келгенімізге 26 жыл болды. Бәрекелді. Ал енді сіз өзіңіз іште Ресейде тудыңыз, өстіңіз, өндіңіз, мектепке бардыңыз. Иә. Жұмыс істедіңіз. Ол кезде, енді қазірде айтады ғой деймін, Ресейді іште атайтындар. Іш жақта дейді. Іште деп. Іште деп. Қайда тұрады? Мысалы, іште тұрады деп. Енді сіздер сол іште тұрдыңыздар, орыс халқының арасында. Енді орыс ауылы мен қазақ ауылының айырмашылығы бар ма екен? Әрине айырмашылығы бар. Дегенмен енді орыс арасында кішкене тәртіп те ондай емес. Как елдегідей қазақ арасындағыдай. Енді орысша айтады ғой, воспитание деп. Жай енді бірақ орыс арасындағы тұрған тұрмысымыз өте жаман болмады. Жақсы болды. Сол жерде туып өстік, әкеміз сол жерде тұрды. Бірақ жаман деп айта алмаймын Россияны. Неге десеңіз, біз Россияда дүниеге келдік, Россияда мектеп бітірдім, өсіп өндік, балаларымыз да сол жерде туды, оқу бітірді, жұмыс істедік, қызмет еттік дегендей. Қазақ арасы қазір енді еліміз дұрысталып келеді, жаман емес, жақсы деп айтамын. Сіз сонда қай тілде мектепте оқыдыңыздар? Орысша. Орысша. Мен орысша 8 класс бітірдім. Сіздің ауылыңыз қазақ ауылы болды ма, әлде орыс ауылы болды ма? Орыс ауылы, бірақ қазағымыз көп болдық. Орыстан қазақ көп болдық біз. Біз кәдімгі қазақ ауылы болып есептелдік. Неге десеңіз, орыс арасында тұрғанда, мына мысалы біздің Қазақстанда қазір келгенде айтта бір-ақ күн ғана береді демалыс. Бізді орыстар 3 күнге демалыс беріп жүрді. Да, орыстарды жұмысқа салады, қазақтардың бәрінде айттаңдар деп 3 күн демалыс беріп жүрді. Ол рас. Енді сіздің папаңыз, Киваш ағамыз, біздің әкеміз Шаяхметтің інісі. Ал енді біздің әкеміз, сіздің папаңыз өздері 5 ағайынды болды. Үлкені Ахметжан, содан Шаяхмет, Киваш, Сәлімжан, Әміржан. Сіз енді Киваш ағамыздың қызысыз. Киваш ағамыз немен айналысты? Мал шаруашылығымен айналысты. Малшы болды ғұмыр бойы. Жақсы атақты шабан болды. Шабан дейді ғой орыс арасында. Өзі фронтовик. Сол жақсы жұмыс істегенге оның көп медальдары бар. Қызметін өте жоғары ұстады ол жерде орыс арасында. Дядя Кивашты бәрі де сыйлады. Жақсы тұрдық, жаман емес. Әкем малшы болды ғұмыр бойы. Малшы болғанда қой бақты ма сонда? Қой бақты. Да? Овцеводческий совхоз. Енді жастық шағыңызды айта кетіңізші. Қалай өтті? Жастық шақ әрине жақсы ғой. Жастық шағымыз жаман өткен жоқ. Біз өзіміз орыс арасында тұрғанменен орыс мектебіне барсақ та қазақ дәстүрін жақсы ұстадық. Үйде ата-анамыз, әжеміз, атамыз бізді жақсы қазақшаға үйретті, қазақша сөйледік. Өте жаман емес, жақсы тұрдық.
Мен өзімнің өмірім, бала шағымды сондай жақсы еске аламын. Енді Қиуаш ағамыз мен ес білгелі сол іште тұрды. Сіздер іште тұрдыңыздар. Сонда Қиуаш ағамыз ішке қалай барды? Өйткені екі ағасы Ахметжан, Шаяхмет осы ауылда, Ақсуатта болды. Сіздің папаңыз Қорған облысында болды. Менің әкем Ақсуатта тұрған ағаларыменен. Сосын 33 жылы әйдік аштық болады. Тамақ болмайды. Сондай өмірлері өте ауыр болады. Сосын әкем Трут армияға шығады. Ол кезде Трут армия дейді, кәдімгі жұмыс. Вахтада шығар қазір айтқанда. Содан Магниткаға барып жұмыс істейді, Магнитогорскийда заводта. Сол жерде анамен танысады. Сол жерде екеуі қосылады. Екі бала туады. Ғайша, Алматай деген екі апам болды. Біреуі 35 жылғы, біреуі 37 жылға. Сосын олар кішкентай кезінде енді әлгі істеген договорларын контрагы біткесін, сосын орыс арасына орыс жолдасымен шығып кеткен. Орыс жолдасы шақырады, сонда барады, содан әкем бұзы орыс арасында. Мен уже соғыстан кейін орыс арасында туған баламыз. Мен Алтын, Жұмасұлтан деген 3 бала. Енді әкеңіз, папаңыз соғысқа барып келді ғой? Да. Сол туралы айтушы ма еді? Әкеміз айтатында 43 жылы соғысқа алынады. Әкеміз стрелковый полкын ұмытып қалдым, енді нөмірін бар еді. Сонда істейді, соғысады. Содан әкем соғыстан уже Польшадан келеді үйге. Ранениясы болды, наградтары болды. Орденом Красной Звезды его наградили за отвагу. Жақсы неткен. Содан үйге аман-сау келеді, аман-сау келгеннен кейін біз туып отырмыз. Сонда үйленгенде соғыстың алдында үйленіп отыр ма? Да, 33 жылы Магниткада үйленіп отыр. Апамды кездестіріп. Апам тоже Ақсуаттың қызы болады. Ақсуаттың қызы? Да, Темірболат атам мен Дәлепрас әжем Ақсуатта тұрды. Анау балықшыларға қарай тұрды. Жер үйді білем мен. Сонда рулары кім болды? Рулары? Рулары Арғын. Арғын болды? Арғын атамда. Бірақ менің анама Темірболат атам тумаған әке. 1 жасында алған әжемді. Әкем қайтқан дейді. Әкесінің аты Смағұл. Әлгінге дейін білем мен. Анам айтатында, мен қайтқанда туған әкенің аты керек, дәуір айналдыруға деп Смағұл дейтінді. Мен әлі есімде. Солай жақсы өмір сүрдік Ресейде. Ақсуатқа келіп тұрдыңыздар ғой? Келіп тұрдық әрине. Жаздай келіп жататымыз әжеммен атама. Жаздай келіп жататымыз. Қожаш та бізге келіп тұрды, ылғи жатып кететін жаздай. Сондай араласымыз өте жақсы болды. Менің әкемде көлік болған жоқ, ол кезде атпен жүреді ғой. Атпен қатынап жүрдік. Жақсы, араласымыз жақсы болды. Менің есімдегі Қиуаш ағамыз бір машинамен келді. Үстінде не крышасы жоқ, қандай деп атайды? ГАЗ-51. Жоқ, жеңіл машинамен. Жеңіл машина. Победа сияқты, бірақ үстінде крыша несі жоқ. Значит, этот ГАЗ-69. ГАЗ-69? Сондай мүмкін. Сондай машинамен келетін. Сосын Победамен келіп жүретін. Директормен, рабочкомен жақсы болды ғой, парторгтармен, солардың машинасы. Сондай жеңіл машинамен келіп жүретін. Да. Енді апаларыңыз, әндеріңіз туралы айтып кетсеңіз. Апам 35 жылғы Қайша келді өмірде Магнитогорскийда. Содан сол Қорған несінде тұрды. Алматай екеуін тұрмысқа берді. Екеуі де жақсы тұрмысқа шықты. Балалы шағалы болды. Бірақ Ғайша 70-ке келіп қайтты. Алматай апам ерте қайтты 49-ында. Алматай апамнан 8 бала бар. Қайша апамнан 6 бала бар. Бәрі де түгел аман. Тұрмыстары жақсы болды. Бәрі малмен айланысты. Ол кезде автоводческий совхоз. Малшылар были в почете. Солай өмір сүрді. Қазақтарға олардың көзқарастары қандай болды? Өте жақсы болды. Өте жақсы болды. Қазақтарды көп сыйлады. Көп сыйлайды дейтінім, біздің осында көшерде Қостанайға. Бүкіл ауыл келіп, орыстар жылап шығарып салды. Қой сойып, ет асып далада сондай. Жақсы тұрдық біз. Бізді өте қатты сыйлады орыстар. Сіз осында көшер алдында қай жерде тұрдыңыздар? Краснайда тұрдық.
Күртеміш ауданы, Қорған облысы Күртеміш ауданы. Красный сонда тұрдық. Қазір ауылымызда 5 үй қалыпты. Бітті. Өзің жездеміз немен айналысты сонда? Апалар екеуі ме? Екеуі де малшы болды. Малшы. Енді мынау Қазақстанға елге көшуге қандай себеп болды? Енді сақбоздар ол кезде енді мына оразбал болды да, сосын сақбоздар құрып кетті ғой. Жұмыс болмай қалды. Кіші баламыз осында келді, жұмыс істеуге осында. Әскерден кейін бұрай шақырып алып келсін, қалаға, сосын өздеріңіз де келерсіңдер деп. Сосын кіші балаға көшіп келдік. Әлгі ол кезде қазір енді қандас деп жатырмыз, ол кезде оралман болдық біз. Оралман болып келдік біз. Бізге мына үйде оралман деп берді. 90 жыл сонда? 99. 99 жылы? Октябрьдің 26-сында келдік. Сіз официально оралман болып келдіңіз? Оралман, да. Бізге көшіп келген машинамызды да оплатили, келгесін бізге 12 мың теңгеден подъемный берді, квартир берді. Қазақстан жаман емес, жақсы. Оралман болып келдік. Сіздермен бірге көшіп келген елден бар ма адамдар? Жоқ. Біз өзіміз ғана көшіп келдік. Біз оны көшіп келгеніміз Ыбырай арқылы осында келіп қалдық. Қалиқаның нағашысының баласы. Сол арқылы келіп қалдық. Енді тұрған жерлеріңізде қазақтар көп болды дедіңіз, қандай елдер өздері? Рулар қандай соны? Ой, әртүрлі. Үй дәулет те бар, қара кемпір де бар, бәрі де бар. Дәулет, арғындар да бар, көп тұрды ол жерде қазақтар. Біз 32 үй қазақ болдық бір ауылда. Орыстар кішек азырақ болды. Сонда ауылыңыз таза мал? Таза мал, только мал. Да. Біздің фермада 12 мың қой болды. 12 мың. Біздің бір фермада ғана. Сендерде Қазақстанда отделение дейді, а бізде ферма дейді. Орыс арасында. Сіздер тұрған жерде бір құс фабрикасы болушы еді? Тәтем тұрған жерде Комсомольскийде болды тауық. Тауық. Есіңде ме? Есімде. Көлдің жанындағы. Үлкен фабрика. Птица фабрика болды. Ауылдың бір шет жағында тұрдыңыздар, бір үйде болды. Малмен тұрды ғой. Солай ма? Комсомольск. Комсомольск, да? Ол кезде жақсы шабанды, мынау апрель айында, май айында қозын айырады анасынан, қойдан. Сонда жақсы шабан, передовой жақсы жұмыс істейтін кісілерге қозыны береді. Неге десем, қозы бағу өте ауыр. Оны өте әлпештеп, енді бала ғой, былайша айтқанда. Соны әкемді ылғи передовой шабан деп, сол Комсомольскіге көшіріп, қозы беріп, сол жерде тұрды. Бірақ мен ол жерде тұрғам, жоқ, мен уже тұрмысқа шығып кеттім. Оны қозыларды тәжірибелі адамдарға тапсырады? Да. Оны өте әлпештеп бағу керек. Шешеден айырғасын. Енді малшының күні өзіңіз білесіз ғой, оңай емес. Жаңбырда, шашында, бәрінде жұмыс істеу керек. Әкем сол жерден пенсияға шықты. Передовой шабан болып, фронтовик. Сонда фронтовик болғанда? Ветеран труда. Ветеран труда? Да. Фронтовик болып, сонда бір жеңілдік, сонда бір не болды ма? Болды, льгота беріп жүрді, курортқа барып жүрді. Менің әкеме даже ол кезде Запорожец кішкентай машина да берді, бесплатно, ветеран деп. Бірақ тәтем алмады, оны қайтем, менің кім мінет деп, ақшасын берді. Ол кезде 2000 жарын тұрады екен, Запорожец. Кішкентай ғана. 2 адамдық? Кішкентай ғана, кішкентай ғана. Біздің ауылда болды, ондай Запорожец. Соны берді әкеме. Әкем өзі неграмотный кісі болды. Бірақ домбыраны айдық тартатында. Жұмыстан шаршап келіп шай ішеді де, домбыра тартып жатады. Соғыста хабар ошарсыз кеткен Әміржан ағамызда домбырашы болды. Сөйдейді. Сондай. Вот Шайхмет атам тартқан жоқ да? Анда-санда татады. Вот бар екен ғой бәрібір. Менің әкем Ахметжан атам өте ұқсайтын да. Жүріс-тұрысы, бәрі шапшаңдығы, бөрікті бітіп, былай қисайтып киюі ұқсайтын керемет. Сол енді сонда сіздер тұрып атқанда, сіздердің жандарыңызға Салтай ағамыз көшіп барды. Сол қалай болды? 56 жылы көшіп келді. Мен ол кезде бала кезімін. Ағалап келді ғой, енді паналап ағасын. Бірақ көп тұрған жоқ. Бірақ бапам малда істемеймін деді, малда істеген жоқ. Тракторист болды. Сол посевнойда, неде, уборочныйда тракторды істеп жүрді, жақсы істеді, жақсы тұрды. Бірақ өзінің анау әйел елін сағынып, сондықтан кетіп қалды. Көп тұрған жоқ.
көп болса сол 2-3 жыл ғана тұрды ау деймін. Көп тұрмады. Анау әйел тұрғызбады ғой нағима жеңгеміз Оралдікі болды ғой. Оралдікі. Өзінің туған жері Орал екен. Бір баламен келді, бір баламен кетті. Бір баласы бізде қайтты, қыз баласы туып. Серік деген баласы. Серікпен кетті, қыз бала қайтты. Тентек болады, мен кішкене қолынан жұлмалаймын, сонда айтады. Тоям дейді, қоям дегенді. Тоям деп. Әлі есімде сол. Бізде анау еркек баламыз, апамның ініміз қайтты ғой, сонда енді Серік келді, сосын Серікті мамам айтады. Ойнатыңдар, құлап қалмасын, бір жерін ауыртып алмасын. Еркек баланы жақсы көрді, өздерінде болмағасын. Сол мен арқалап жүрдім Серікті. Ойнатам, жетектеп. Содан бері хабарластыңыздар ма? Сонда хабар болды ма? Хабар болыпты. Мен енді бөлек әлгі шет жерде күйеуде болғасына тұрдым ғой. Бапам бір күні келіпті Ақсуатқа. Сосын келгесін күн бөгін менің әкеме келіп кетіпті. Сол артынан мен қонаққа келгенде айтты, ой, Сәлтай бауырым келіп көріп кетті деп. Оны көрген қайшаған Алматай жоқ, мен жоқ. Бапам солай ат үстінен келіп кетті. Сол ақтық көргені бір-бірін туғандар. Енді айтарым, Аллаға шүкіршілігімді айтам. Тәуба, балаларым аман, туғандарым бар. Мен жерде мінекей. Өмірім енді менің қалай енді мен өзім... Балаларыңыз, кішкентайларыңыз сол... Бәрі де Россияда оқу бітіріп сөйтіп келді аға. Ер жетті ғой. Ер жетіп келді. Қымбатым уже 21-інде келді, ең кішкентайым. Үлкен ұлым Россияда тұрады. Екінші ұлым осында тұрады, қызым Астанада тұрады. Сондай жағдай. Енді Ресейде кімдер қалды? Ресейде қалған апаларым, балалары ғана қалды. Жегендер. Ешкім жоқ. Ылғи жегендер ғана қалды. Енді елге келгеннен бері қалай тұрмыстарыңыз? Енді қалай, Аллаға шүкір деймін, тұрмысым жаман емес, біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей. Балаларым аман болып, денімізге саулық берсе, бәрі жақсы деп ойлаймын. Елге келгенде ештеңе таңғалған жоқсыз ба? Қандай бір дәстүр басқаша ма, бола ма? Бір жерлері қызықтау бола ма? Елдің ішінде. Енді кішкене көңілде не болады ғой. Біз енді анда жаққа үйреніп қалған орыс арасына, қазақ арасына келгенде енді әртүрлі, мынау қазақ тілінде де болады. Көп тілдерді біз әлгі литературны біле қоймаймыз ғой, жай өзіміз сөйлегенменен. Но кішкене қиыншылықтар болып жүрді, бірақ ничего, жақсы. Біз орыс арасындағы қазақтар өте дәстүрді жақсы ұстайды. Жылқы ғана сояды, бізде даже қарамал да соймайды. Күздікте жылқы, соғымда жылқы, қой. Основной сол малмен араластық, сол малдың етіменен өстік, қойдың етімен. Жаман емес, жақсы. Біз колбаса да жемейміз. Колбаса? Алмаймыз да. Өмірде жеген емеспін. Халал болса да жемейсіз бе? Қалада болса да мен салат. Халал. Жоқ, оған қосады ғой. Жемеймін. Біздің жежеміз столовойдан тамақ ішіп жүреді. Мен столовойға барғанда гуляш алатын говяжий. 2-3 кусок болса да. Біз колбаса жемейміз, балалар да жемейді. Сондай. Енді әкесі жеңі не әңгіме айтады сонда? Айтып отырды. Әңгіме айтқанда... Ақсуат туралы айта ма? Ақсуат туралы әрине айтады, Ақсуат туралы, конечно. Не есері, не түсіреді сонда? Әкем туғандарын айтып отыратын ылғи. Жетім өскенін, не көрген, не жеген, не ішкен, қиыншылықты көп көрген кісі өте. Жоқтықты, аштықты, бірақ туғандарын айтып мақтап отыратын да. Ағаларын айтып, да. Ол рас. Кешесінің қалай қайтыс болғанын ол кезде білмейді, әкем білмейді. Білмейді бе? Білмейді. Менің әкем вообще білмейді. Мен енді сұрайым ғой, папа, чу сенде әке жоқ, ата жоқ, енді бізде ата әже жоқ қой, темір баладан басқа. Сонда айтады, мен өзім де білмеймін деп, жетім өстік деп. Қалай кеткенін оны білмейді. Мынау Жамбыл нағашымызды білесіз ғой? Әрине білем. Білесіз ғой? Білем. Енді біздің ол түп нағашы ғой. Да. Дүйсек атаны да білем. Білесіз бе? Күнжапи әжені де білем. Ол мынау Жамбылға қанайды әперген мен. Қалай? Почтальон болып.
Да. Сіздің ауылдікі ма сонда? Ие, бірге Сіздің тұрдық. ауылдікі? Ие, бірге көрші тұрдық. Жамбыл келіп біздің үйге жатты. Сосын маған таңертең хат жазып, мені киіндіріп жібереді. Мен сонда бірінші оқимын. Сосын әлгі үйге барам, ол үйдің Жәми деген қызы Ақанайдың сіңлісі менімен құрдас. Сосын маған Жамбыл айтады: сен сразу берме жұрттың көзінше, ойна, сосын Ақанайды әлі шыққанда бер дейді. Мен баламын ғой енді. Сосын Ақанайға берем, тағы Ақанай айтады: ойна, мен хат жазып жіберем, мен тағы ойнаймын. Сөйтіп 10 күндей жүрдік. Бір күні маған анау Ақанайдың шешесі айтатын Марқұм. Айтады: өзі ол қыз күнде келеді дейді маған. Мен айтамын: мен Жәмиге ойнауға келдім деймін. Неге күнде келе бересің ойнауға дейді. Сосын мен айтамын: жай ойнауға келдім деймін. Сөйтіп жүргенде солай екеуі танысып қосылатын болды. Сосын менің әкем бүкіл семьямызды алып рабочкомның уазигіменен Ақанайды ұзатып алып келдік Ақсуатқа. Тойлаттық. Мен поштальон болдым олар. Қаланың қазағы деген канал бар, канал. Иә. Менің каналым, Да? YouTube канал. Соны қосып қараңыз. Сонда Жамбыл нағашымның әңгімесі бар. Да. Мынау неге сіздерге барғандағы. Северныйға. Менің әкеммен барып, бір үйге бір кісінің атын айтады. Соғымға шақырған екен, сол айтыпты: ал, мә, же Қазақстан деп берді дейді. Былай май болып тұрған ет. Семіз сояды ол кезде. Атын ұмытқаным. Содан ағам дейді, менің әкем айтады: ал, Жамбыл, енді тоқтама, мен де жеймін, сен де екеуміз жейміз. Әгіні почти бітіруге айналдық дейді. Сосын барып анау айтты дейді: мә, Қазақстанда да жейді екен ғой деп айтты дейді. Таңғалды дейді. Сендер көрмеген сияқтысыңдар, мұндай етті көрмедіңдер, мә, же Қазақстан деп Бізде мал көп қой. мал көп, былай толтырып әкелді дейді. Мал көп. Сол әңгімесі бар, қараңыз. Ақанай айдық шаруашыл болды. Ол Отарбай деген оның әкесі болды. Қаратай деген шешесі болды. Отарбай 4 тұл, 3 қызы болды. Сосын олар үй салатын болды. Үй салғанда сол Ақанай бүкіл үйді жалғыз өзі қыз күнінде майлап шықты. Сонда әкем айтатында: осы айдық шаруашыл болады, Жамбылға көздестіру керек деп. Содан көздестіріп, мен хатшы болдым оларға. Жамбылдан қазір сұрасаң да айтады. Өзің Ақсуат тұр әңгіме айтты. Сосын тәтемнің ертіп барғанын айтты сонда. Қайбаш ағамның үйіне. Папаңыздың шешесінің аты кім білесіз бе? Киікбай. Киікбай. Білмеймін. Жамбыл нағашыларымыздың апалары болады, ол апасы болады. Біздің әжеміз, әкеміздің шешесі Киікбай. Осы Жамбыл нағашыларымыздың апасы. Апа болады. Дүйсекке. Дүйсекке қарындас, Дүйсек атамызға қарындас болады. Сондықтан олар бізге түп нағашы. Оны айтатында туған нағашы деп. Оларға тура нағашы, бізге түп нағашы. Да. Тәтем айтатында Жамбылдың әкесі Дүйсек атамызға бізге туған нағашы деп. Ол жақсы қатынасып жүрді ғой. Жақсы қатынасып жүрді. Жамбыл нағашының үлкен әңгімесі бар, жазып алған. Қараңыз, оны тоже. Жарайды. Ақсуат туралы. Ол қандай канал? Қаланың қазағы кеткен. Менің де әкемде енді шаңырағы жабылды ғой. Мен кеткесін сол еске алатын кім? Енді қыздардан қызғана, қыздар жоқ, кеттік бетіме. Тәуба не. Ол болған қайтқан ұлдар. Солай жағдай. Біреуден ілгері, біреуден кейін дейді ғой. Жақсы, жаман емес. Осы енді 80-нің алқындырып келе жатырмын. Осы балалардың жамандығын көрмей кетсем болды. Сіздердің алдарыңызда әйтеуір үлкен басымыз бар ғой деп ойлаймын. Өз ақылыңмен, өз аяғыңнан кетсек сол арманым. Енді айтарым, Аллаға шүкіршілігімді айтам. Тәуба, балаларым аман, туғандарым бар. Мен жерде мінекей. Құрметті көрермендер, сіздер Қаланың қазағы атты YouTube каналымда тамашалап отырсыздар. Комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар.